Елімізде әр алтыншы отбасы перзент сүйе алмай отыр. Ащы, алайда шындық. Қасым-Жомарт Тоқаев өзінің былтырғы 1 қыркүйекте жасаған Қазақстан халқына жолдауында үкіметке 2021 жылдан бастап аңсаған сәби атты арнаулы бағдарламаны жүзеге асыруды тапсырды. Осы бағдарлама қалай жүріп жатыр? Осы сұрақтарға жауап алу үшін біз бүгін Қазақстанда ең алғаш денеден тыс ұрықтандыру лабораториясының негізін қалаушы және жетекшісі, репродуктолог, эмбриолог, биология ғылымдарының докторы Салтанат Байқошқароваға келіп отырмыз. Салтанат апай, уақытыңызды бөліп бізге сұхбат беруге келіскеніңізге рахмет, алғыс айтамын. Рахмет. Жалпы әңгімеміздің басын осы аңсаған сәби 2021-ден бастасақ. Жыл басталды, бір емес екінші ай кетті. Бүгінде сол жеті-тереңген квотаның өзі талас тартысқа түскен шығар. Желтоқсанда жаңағы тендерді бастадық деп айтқан екен, бірақ неге екенін білмеймін. Жаңағы денсаулық сақтау министрлігі ғой, енді сонымен айналысатын ФОМС, солар созып келіп, әйтеуір осы февраль ақпанға келіп тіреді ғой, әйтеуір. Сондықтан қазір енді ақпанның үшінде бір шешім шықты, бірақ ол жерде бәрі әділетті емес. Ол жерде жаңағы мықты деген клиникалардың кейбіреулері аз орын алған. Ал енді жаңадан ашылып атқан немесе жаңағы аз ғана әлі бұрын жаңағы мемлекеттік квотамен жұмыс істемегендерге көбірек берілгенін алғашқыда сондай бір ақпарат түсті да, біздің жаңағы коллегаларымыз шу ете қалды, бұл не әділетсіздік деп. Сөйтіп ертеңіне олар жауап берді, ойбай біз анау жаңағы цифровой бірдеңкеден жаңағы ошибка болыпты, жаңағы электронный неден деп сөйтті. Бірақ онда соның өзінде енді бір дұрыстағансыды, бірақ бәрібір біз қазір жаңағы ФОМСқа да, денсаулық сақтау министріне де хат жаздық. Біздің коллегалар бір 10 шақты адам, жаңағы 10 шақты клиника осылай бізге дұрыс бермедіңіздер. Өйткені мысалы Атырау, Ақтөбе сияқты региондар, Шымкент, ол жаққа аз берілген, көбінесе Алматы мен Астанаға берілген. Сіздерге қанша берілген? Бізде мысалы әр клиникаға әртүрлі ғып берді. Мысалы бас аяғы бір 590 ба сондай 4 клиникаға солай берген. Біз мысалы Алматы, Астанаға мен ойлаймын жеткілікті. Өйткені жаңа біреуіне 300-дей берді, біреуіне 200 бірдеңкедей. Бұл енді алғашқы этап деп жатыр ғой. Бірінші жарты жылдыққа деп, екінші жарты жылдыққа маусым айында тағы да бөлеміз деп жатыр. Қазіргі бөлгені 3200 дей ма, сондай квота дейді. Жалпы бөлінген, иә? Иә, әзірге 3200 бірдеңке әйтеуір. Сонымен енді бөліп беріп жатыр ғой жылдың басы. Ал енді бізге айтады, бастай беріңіздер, тез игерсеңіздер тағы береміз дейді. Түсініксіз да, онша түсініксіз болып тұр қазір. Өйткені көп бергеннен кейін, бұрын енді 1000 квота былтырғы, биылғы 7000 квота жер мен көктей ғой мысалы. Уақыт тығыз. Әр әйелге эконы жасау уақытысы 3 айдай кетеді. Орташамамен алған кезде 3 айдай, кейде 4-5 айға шейін созылады бір жаңа бағдарлама, программа эко дейді. Өйткені дайындығы бар, одан кейін бір кедергілер болады, организмдер өзгерістер болады, әйелдің циклына байланысты, сондықтан ұзақ процесс. Сонымен жаңағы квоталар неге аз берілді? Шымкенттегі біздің орталыққа мысалы, Атыраудағы біздің орталық, Ақтөбеде мемлекеттік орталық бар екен мысалы. Оны біздің жаңағы қауымдастықтың басшысы мақтап жатыр. Мен көрдім, жақсы клиника, бірақ 10 шақ орын берген дейді. Мысалы Ақтөбеге. Өте аз. 13 орын деген мемлекеттік клиника жаңағы олар. Кезінде жаңағы облыстың әкімі ашқан. Ол жерде бәрі тұр дейді жаңағы біздің қауымдастықтың басшылығы. Бірақ неге 13 қана берілген? Мысалы Ақтөбеден пациенттер өзінің со жерінде өткісі келетіндер бар, мысалы. Ең болмаса 50 берсе дейді да, мысалы. 50 берсе, онда 50 адам ең болмаса со жерде қалар еді. Қалғандар жарайды Астана, Алматыға барсын, тұратын жерлері болса басқа. Атырау мысалы. Атырауда біздің клиника былтырда квота алған. Аз берді, алғашқыда 6 берді, одан артынан тағы қосып берді, сонымен 11 берді ғой деймін. Соның
енді жаңа қателеспесем бір 9-ма 2 қабат болды мысалы. Қарап отырсаң енді келген әйелдердің. Ол өте жақсы көрсеткіш қой мысалы. Аз берсе де, бірақ өте жақсы көрсеткіш. Иә, енді биылға енді ең болмаса 50 беру керек қой. Оған 14 беріпті. 14 деген не Атырау үшін мысалы? Өте аз. Ол жерде біздің клиника 6 жыл болды істеп жатқан абыройлы, нәтижелі клиника. Енді өте жақсы дәрігерлер отыр. Эмбриологтар мысалы Астанадан көшірген, біз Астанада дайындалған эмбриологтар. Сонда қарап отырсаңыз, Атыраудың адамы, немесе Ақтөбенің адамы, немесе Шымкенттің адамы мысалы, неге олар пәтер жалдап, жаңағы жол қаражаты, оңай емес қой, күйеу мен әйеліне. Иә, күйеу мен әйеліне. Соның бәрі жаңа жұмысын тастап, бір айға Алматы не Астанаға келу керек. Егер олар өздерінің қалауы болса, мысалы, неге оларға сол жерде бермеске мысалы. Сондықтан мынау негізгі принцип, біз айтамыз ғой, жаңағы ақша пациенттің артынан жүреді деп. Сөйтіп алып, жаңағы мемлекеттік жаңағы тұрғыдан бөлу жаңағы принципі біз дұрыс емес деп ойлап отырмыз. Соны біздің әріптестеріміз жаңағы жай адамдар емес, олар профессорлар, үлкен клиникалардың басшылары жаңа хат жазғанбыз. Сода жаздық біз. Бұл принцип дұрыс емес. Ашық болу керек бұл. Ел білу керек, жаңағы жасырын емес. Өйткені ол жерде бөліп отқан адамдар, мысалы, квотаны ана клиникаға 700, мынаған 14 деп отқандар, олар бұл саланың маманы емес, білмейді. Жалпы комиссия, мысалы, жоғары жақта отырған. Олар бөлді, ал енді біз шулап жатырмыз, әріптестер. Иә, пациент зардабын тартады. Өйткені пациент қалау керек, мысалы. Сонда ол әділетті болады, егер пациент таңдаса. Ал енді мемлекет бөліп береді, саған 500, саған 10 дейді, мысалы. Ал енді ал енді 14 берген жаңағы Атыраудың клиникасына, мысалы, біздің оларға сол жерде бір мүмкін 50-100 адам барғысы келетін шығар. Мысалы, Атырау облысына мүмкін 500 квота бөлінген шығар. Соның 14-і ғана, мысалы, сол облысқа, мысалы деп отырмын да. Иә. Одан кейін ол Атыраудан ол кісілердің көпшілігі жаңа самолетке билет алу керек. Тіптен болмаса пойызға жаңағы мысалы. Оның бәрі кемі 100-200 мың теңге жолыңа кетеді. 200 мың теңге пәтер жалдауға кетеді. Немесе туысқаның болса да қайбір жетсесін, мысалы, біреудің үйіне барып, жаңағы қазіргі заман басқа заман. Ел ұнатпайды, мысалы, үйінде бір айлап жатқан. Дәл қазір бір сөзбен айтқанда, дәл қазіргі бөлінісі дұрыс бөлінбей отыр. Дұрыс емес деп есептейміз. Иә. Сондықтан оны мәжбүрлеп емес, жаңағы барсаң да барасың, бармасаң да барасың. Мысалы, кеше Шымкенттің біздің пациенттер көп, бізден өте нәтижелі керемет центріміз бар Шымкентте. 6 жыл жұмыс істеп жатқан. Елдің бәрі шулап, сол Түркістан облысы соған барғысы келеді. Солар маған хат жазып жатыр. Неге біз сіздерге Алматыға баруымыз керек? Неге біз Астанаға баруымыз керек? Біздің барып тұратын жеріміз жоқ. Біздің қаражатымыз жоқ. Қаражатымыз бар болса платный өтередік қой. Ал енді бізді неге сіздерге қарай жіберіп жатыр? Бізді мынау Шымкенттегі центрге неге қалдырмайды сіздердің дейді да, мысалы. Иә, біздің орталық 6 жыл істеп жатыр. Содан жаңағы біздің орталыққа барып 39 беріпті. Былтыр біздің сол орталыққа 3 жыл болды істеп жатқанына, жұмыс істеп жатқанына. Былтыр 59 берді. 59-дың мысалы жаңағы 70%-ға жуығы 2 қабат болды. Мысалы, қарап отырсаңыз өте керемет нәтижелі. Ал енді сол 59-ды биыл енді болмаса 90-100 деп беруге болады ғой, мысалы. Жақсы істепсіңдер. Шымкент секілді жерге аз. Иә, аз. Өйткені халықтың саны ол жерде көп. Сонда біздің клиникаға жаңа беделді, белді, маңдай алды, керемет центріміз бар. Соған барып оған 39 беріп отыр. Оған бүкіл пациент шулап отыр жаңағы. Біз барғымыз келмейді шақа, өйткені жағдайымыз жоқ, біз барып айлап ол жерде жататын деп мысалы. Сондықтан да бұл жерде негізгі принцип болу керек, орындалу керек жаңағы. Пациенттің артынан ақша жүреді деген. Пациент таңдау керек клиниканы. Ол фомс емес, басқа емес, комиссия емес жаңағы. Жарайды, анау атын шыққан анау клиника ғой, білеміз оны. Оған 500 бере салыңыз, мынаған 14 бере салыңыз, оны танымаймыз деген сияқты. Мынандай субъективті.
Осы уақытқа дейін кезекке тұрғандар осыған кіре ме, әлде олардың кезегі бойынша? Олар кезегі келеді да, содан кейін кезегі келген кезде айтады, мына жаққа орын бар мысалы. Мысалы Алматыда пәлен клиникаға орын бар, сол жаққа барыңыз, Шымкентте орын жоқ дейді. Неге жоқ Шымкентке? Неге беруге болмайды? Неге сол адамдарға жан ашымайды адамның, мысалы? Сіздерге осы уақытқа дейін осы аңсаған сәби бойынша арнайы өтініш қабылдап жатсыздар ма? Қанша өтініш келіп түсті? Бізге көп адам келіп жатыр, мысалы да. Біз өтініш қабылдамаймыз. Біз тек қана қорытынды қағаз береміз. Жаңағы өтініш жасап, кезекке тұрғызатын ол жергілікті гинекологтар. Ал енді жергілікті сол жердегі комиссиялар. Біз тек қана жаңағы репродуктологтар нақты жаңа не береді, қорытынды қағаз. Сіз квотаға жарайсыз ба, талаптарына сай келесіз ба, жарамайсыз ба? Ол квотаға жаңа талаптар бар. Жарайтын, жарамайтын шарттары қандай? Иә, жарайтын шарттары 18 бен 42 жастың ортасы, енді 42 жаста кіреді. Міндетті түрде жаңағы несі болу керек, әйелдің фолликулдар дейді, яғни аналық ұрық қоры жеткілікті болу керек. 6 фолликул болу керек, одан көп бітеу болу керек. Одан кейін жаңағы бір 2 гормон бар, АМГ, ФСГ деген. Солар жаңағы өзінің деңгейі дұрыс болу керек. Біреуі АМГ деген 1-ден жоғары, ФСГ деген 12-ден төмен. Енді көріп отқан пациенттер түсінеді оны. Содан кейін күйеуінің ұрығы сапасы жаңағы 10 миллионнан асу керек, саны 1 миллилитрда, белсенділігі 5%-дан асу керек. Міне осы нелерге сәйкес келсе, және жаңағы басқа бір қарсы көрсетілімдер болмаса, мысалы денсаулығына байланысты, онда квота беріледі деп, беруге болады деп біздің репродуктологтар хат жазып береді. Жергілікті гинекологына барып айтады, міне репродуктолог айтты, эко жасауға болады маған квотамен дейді. Содан олар алады да кезекке қояды. Немесе қоймайды. Қазір ол жерде де әурешілік быт-шыт болып жатыр. Шулап жазып жатқан әйелдер маған. Мына Инстаграм дегенді ашып едім. Құдай қазір күндіз түні борап жатқан хат, өйткені анау маған бүйтіп айтты, аны мені қоймай жатыр кезекке, менің кезегімнің номерін білмеймін, айтпайды. Негізі бар адамдардың өзі жете алмай отыр. Жете алмай отыр талайлары. Информация көп, өте көп. Содан жазып жатыр. Сіздердің репродуктологтарыңыз маған қағаз берді. Мен Астанаға барып алып келдім сол қағазды. Маған дұрыс бәрі тұруға болады, сізге квота болады деп айтты. Енді жергілікті гинекологқа келсем, ол айтады дейді, жоқ, мен сені кезекке тұрғыза алмаймын, сен ана Қарағанды облысының комиссиясы бар, Қарағандыға бар. Сол жерден пәлен анализ тапсырасың, сол жерде тұрғызады. Енді ол өтіп қойған анализ бар емес пе? Енді анализдері бар біраз. Бос әуре, жүріс кәдімгі, анда сандалу, мында сандалу, кейбіреулер шыдамайды, ақыл өте бастайды. Өйткені жүрістің бәрі ақша ғой, мысалы. Жұмысын тастайды, жұмыстан сұранады. Иә, жұмыста ренжиді оған, жаңағы сен жұмысты тастап кеттің деп. Содан сандалып жаңағы анда шабады, мында шабады. Керек емес анализдерді тапсыртқызады кейде. Тіптен ұят, мысалы, өткенде бір әйел жазыпты, мен күйеуімде азоспермия дейді, азоспермия деген ұрық жоқ, 0. 10 жыл жаңағы жүктілік жоқ әйел, мысалы. Соған жергілікті гинеколог айтыпты, трубаларың тексеріп кел, рентген жасап, содан кейін барып тұрғызамыз, егер жаңағы жарамды болсаң деп. Содан мен айтам, оның керегі не? Ұрығы жоқ еркек болса, оған әйелінің жатыр түтікшесі не үшін керек? Баратын ұрық жоқ қой оған, мысалы. Логика жоқ қой. Айтып отқан дәрігерде логика жоқ. Біреу жазады, мысалы, бір әйел 12 жыл бесплодия, жаңағы жүктілік жоқ, бір трубасын алып тастапты, былтырғы жылы жаңағы операция жасап. Оған да сол гинеколог айтып отыр екен, жергілікті. Енді барып, анау жаңағы рентген снимок жасап кел, біз дәлелдеуіміз керек, сен трубаң проходимый болса, біз сені алмаймыз квотаға. Ал егер жаңағы жатыр түтікшелер бітелген десе, онда аламыз. Мен жаңағы қаным басыма шапты. Өйткені 12 жыл жаңағы жүкті болмаған әйел өзі операциядан өткен, бір жатыр түтікшесін алып тастаған, бір жалғыз жатыр түтікшесі бар. Ол тіптен өткізу қабілеті болса да, бірақ 12 жылда жүктілік бермеген, одан не пайда?
Қазіргі жаңа бұйрық бойынша, жаңа денсаулық сақтау министрлігінің бұйрығын жаздық, біз әріптестер бәріміз қосылып, осы бір жыл бойы былтыр әйтеуір ушу болып әйтеуір бітірдік. Қандай не денсаулық сақтау министрлігімен бірге жаңа бірлесіп жұмыс тобын қаншама жаңағы рет ойланып толғанып бірдеңкені сызып бірдеңкені қосып, қазіргі жаңа бұйрықта жазылған талаптар мынандай деп жаңа квотаға содан кейін нақты көрсетілген. Содан кейін ол жерде жазылған. Тіптен жатыр түтікшелері ашық болса да көп жыл көтермеген әйелдерге квота берілу керек. Солай жазылған. Ал бұрынғы бұйрықта жаңағы денсаулық сақтау жазылған не жатыр түтікшелер бітелген болу керек, немесе жаңағы жоқ болу керек. Сол бұрынғы әдетке үйреніп қалған кейбір гинекологтар оқымайтын болу керек. Білмейді. Біразы білмейді. Оларға оқытып атқан ешкім жоқ. Олар жаңағы өздері жергілікті акушер-гинекологтар көбінесе жүкті әйелдерменен бастарға атып жүреді да, солардың өмірі, солардың жаңағы жүктілігі, мынау безеулік деген ешкімге керек жоқ, былай қарап отырсаңыз. Өйткені онымен айналысатын жеткілікті білімі бар мамандар өте аз біздің елде. Репродуктологтар, ал енді жергілікті акушер-гинекологтар олар көбінесе жүктілікпен, жүкті әйелдермен, немесе жалпы жаңа қабыну процесі бар, гинекологиялық аурулары бар, жаңа безеулікті білмейді көбісі. Сөйтетті жаңа жалпы әйтеуір білімдері бар, бұрынғы университетте оқыған. Ары қарай біз көбінесе конференция өткізіп, бүйту керек деп жаңа гинекологтарды шақырып алып 200-300 адамнан оқытып жатамыз. Біраз білім жетілді әйтеуір. Осы жылдары ол да несіз кеткен жоқ, жаңағы нәтижесі кеткен жоқ. Біраз жаңағы ойлары өзгерді, білімдері толықтырылды. Бірақ соның өзінде әлі де біразы жаңағы мамандар оқымай ма, жоқ адамгершілік тұрғыдан қарағысы келмей ма, бар бол тапсырып кел, істеп кел, болды, содан кейін сөйлесеміз дейді екен. Мысалы бір отбасының тағдыры, бір перзентке зар болып өзі сорлап жүрген адамдар ғой. Мысалы соларға анда бар, мында бар дегесін, олар кімге енді жылайды? Мысалы маған жылайды, өйткені ойлайды, бұл кісі енді әйтеуір қазақша сөйлейді, өзіміздің жағдайымызды біледі, басынан өткен, жаны ашиды деп. Рахмет халыққа, жаны ашыр деп жазып жатыр. Ушу болып, біресе министрлікке жазам мен, жаңағы министрдің жаңағы бір өзіміздің чатымыз бар, министрлік отырған. Былай болып жатыр, олай болып жатыр. Оны түсіндірсеңіздер шана жергілікті гинекологтарға деп, сөйтіп өзімнің әйтеуір шамам келгенше үлесін қосып жатырмын. Айтады ғой, орысша айтқанда капля точит камень дейді, жаңағы тамшылай берсе әйтеуір тасты тесет дейді ғой, сол сияқты өзіміздің коллегаларға да айтып жатырмын. Айтсаңдаршы, жазсаңдаршы, сөйтіп жазып, айтып жатырмыз. Соның арқасында жаңағы бұйрықты өзгерттік қой, енді анализдерді азайттық, екесе жеңілдеттік, кәдімгідей үлкен жұмыс жасадық. Жаңа әлгіде сіз бір өздеріңізге көп шығып жатқан адамдарды Жанайқайын ішінде Қарағанды облысынан бір мысал келтірдіңіз. Сол жерде айттыңыз, дәрігерлер күйеуінің белсіздігіне қарамай әйелінен алып жатыр. Енді бүгінде осы күйеуінің кесірінен болып жатқан оқиғалар қаншалықты жиі? Енді ондай жағдайда не істей аласыздар сіздер? Енді безеуліктің, еркектің безеулігі де мысалы 50-50 деп айтуға болады. Ер адам мен әйел адамның екеуінің де үлесі безеулікте. Ал енді мүлдем безеу еркектер мысалы 5%-ында, орта шамамен 5-6%-ында кездеседі. Азоспермия дейді, яғни ұрықтың жоқтығы. Ондай жағдайда оның екі түрі болады. Біреу емделетін, біреу емделмейтін. Емделетін түрі оны анықтайтын дәрігер андрологтар. Ол кез келген андролог анықтай алмайды. Біздің елде әйтеуір дәрігеріміз, урологпыз, андрологпыз дейді да, бұрынғы ескіше көзқарас, ескіше емдейтін кісілер бар. Ал енді олардың арасында жаңағы өте сауатты, заманауи білімі бар адамдар аз. Сондықтан біз сондай адамдарды алып, іріктеп, жаңағы таңдап, өзіміздің клиникаларға отырғызып қойғанбыз. Оларға келген кезде оларға білім бердік, оларға шетелдің білімін бердік. Сөйтіп, соның арқасында көзқарастары өзгерді жаңағы уролог-андрологтардың. Сөйтіп, пациент келген кезде ер адам, олар жаңағы генетикалық анализ жасайды, гормондық анализ жасайды, содан кейін андролог ретінде жаңағы жұмыртқасын қарап, жыныс мүшелерін көріп, УЗИ-да қарап, сыртынан қарап,
сөйтіп бір болжам жасайды. Мысалы, егер жаңағы гормондары, генетикалық анализдері қараған кездегі жаңағы жұмыртқаның көлемі, оның жаңағы құрылысы бәрі дұрыс болып тұрса, онда бұл кісіде ұрық бар болуы мүмкін денесінде деген сондай прогноз жасалады да, онда оларға операция жасалады. Ашық операция емес, андай жабық наркоз беріледі, бір 15-20 минут. Сол кезде жаңағы жұмыртқасынан тесіп, инеменен, қан алатын ине бар ғой, соның жіңішкелігіндей, сонымен тесіп, біраз ткань, тін дейді ғой қазақша қазір. Содан алып эмбриологияға береді, лабораторияға. Олар отырып, эмбриологтар бірнеше сағат, кейде 5-6, 7-8 сағат бойы көздерін жаңағы бәрін майын тамызып, жаңағы сөйтіп отырып іздейді. Соның ішінен ұрық тапса, еркектің жаңағы, ол мүлдем кішкентай болады ғой енді. Формасы итбалықтың формасы сияқты басы бар, құйрық бар, жүретін жаңағы қимылдайтын. Сондай тапса, сперматозоид тапса, онда соны алып қатырып қояды. Сөйтеді, әйелін дайындайды экоға. Сөйтіп әйелінен ұрық алған күні жаңағы ерітіп, соны икси деген әдіс бар, эко-икси деген, мәжбүрлеп микрохирургиялық операция жасайды жаңағы әрбір әйелдің әйелінен алған ұрыққа аналық клеткаға соған жаңағы мәжбүрлеп енгізіп қолдан ұрықтандыру жасайды мысалы. Соның арқасында эмбриондар пайда болады, кейін балалар дүниеге келеді. Ондай жағдайлар өте көп. Процесс әйелге қалай әсер етеді? Қатты, мысалы, кәдімгі табиғи жолдан қарағанда бұл эко жасалады ғой. Эко жасалғаннан кейін ол деген сөз пәленбай жаңағы гормондық дәрілер алынады. Олар қымбат, олар ауыр. Жаңағы әйелде айына бір-ақ ұрық пайда болады көбінесе. Бір емес, жаңағы бірнешеу алу үшін 5-6, 10 шақты, 20 шақты соған дәрі беріледі. Одан кейін наркоз беріледі. Наркоздан инемен тесіп алады, оны қан ағады, қанын тоқтатамыз. Әрине, ер адамның жаңағы ұрығының нашарлығынан әйел экоға барады. Амал жоқ. Мысалы, қиналады. Енді басқа жол жоқ. Ал енді екінші түрі бар, емделмейтін. Егер анализдердің бәрі көрсетсе, бұл кісіде ұрық жоқ. Бұл табиғатынан берілген бедеулік деп. Онда ары қарай ештеңе істей алмаймыз. Онда сол немесе бала асырап алады ол кісілер, немесе жаңағы донорлық ұрыққа барады, ол өздерінің таңдауы. Донорлық аталық ұрық деген ол да қиын проблема. Ол да моральдық тұрғыдан, діни тұрғыдан болсын, жаңағы, медициналық тұрғыдан да бәрі ол өте қиын, оңай шаруа емес. Бірақ соның өзінде жүгінетіндер бар ма? Бар, әрине. Бар, бірақ та көбінесе туған бауырынан жасауға тырысады енді. Мысалы, ағасы, інісі болса, мысалы, оның өзі жасы 35-ке дейін болу керек, дені сау болу керек, ол пәленбай медициналық тексеруден өтеді. Ол жарамды ма, жарамды емес па, одан кейін жарамды болса, оны қатырып қоямыз, 6 ай карантинге қоямыз, өйткені ол туған ағасы, інісі болса да, ол бөтен адам ғой, мысалы. Ол анау жаңа органдардың трансплантациясы сияқты болып есептеледі да, сондықтан өте қатаң қадағаланады бізде. 6 айға карантинге қоямыз, 6 айдан кейін тағы да сол еркекті шақырып алып, қан алып, СПИД, сифилис, гепатит Б, С деген аса қатерлі инфекцияларды зерттеп, егер оны таза болса, сонда ғана қолдануға біздің рұқсат береміз, сондай. Ал енді ерлер мен әйелдердің бедеулікке алып келетін көптеген факторлар бар шығар. Соның ішіне ең негізгі себептері не? Мысалы, қыз балалар бүгінде карьера құрайын, оқу уақытын бұзып алатындар. Одан қоса тағы да бізде қазақылық нәрсе емшіге жүгіну деген нәрсе бар. Осы жерде бір батырып дұрыс айтасыз. келіншектерге айтсаңыз кішкене. Дұрыс айтасыз. Ең бірінші мәселе бұл қабыну процестері. Еркекте де, әйелде де қабыну процестері, инфекция, жыныстық инфекция, немесе суық тигізу, соның арқасында тапқан аурулары бар. Біразы аборт жасаған әйелдер мысалы. Енді кемінде 70%. Аборт жасаған немесе жаңағы жасанды түсіктен басқа жаңағы замерші беременность дейді ғой, мысалы, дамымай қалған жүктілік болып, соны қырып алып тастайды, ол да түсік болып есептеледі ғой, мысалы, қолдан жасаған. Ол да медицинский аборт болып есептеледі. Соның арқасында
жаңағыдай қабыну процесстері болады да, жатыр түтік жүйелері бітеліп қалады, немесе нашарлайды, спайкалар болады. Еркекте де жаңағы жұмыртқасынан жаңағы ұрық шығатын жолдардың бәрі жабылады мысалы. Сондай қиындық бар. Ол бірінші фактор. Екінші фактор жаңағы экологиялық фактор дейді. Бұның бәрі жаңағы қоршаған айналаның ластануы, біздің қазіргі ішіп жатқан тамағымыздан келетін улы заттар жиналатын организмде, токсиндер көп біздің қазіргі тамақта. Өйткені біз өкінішке орай біз қазақ бір-бірімізді алдаймыз. Еттің өзін жөндеп сапалы қылып сатпаймыз. Мысалы сүтте, тауық жесекте бәрі антибиотик, бәрі жаңа гормон, бәрі жаңа қоспа. Қауындар біз жесек, помидор жесек, оның бәрі жаңа қолдан жасалған удобрение, тыңайтқыш, химиялық зат, сондай заттарды салып, таза табиғи зат жоқ қазір. Біз ақша тапқымыз келеді да, біз сапалы зат шығармаймыз. Химиялық заттар бәрібір денеңде жиналады ғой, мысалы. Бір жиісін жиналады, екінші жиісін жиналады, мысалы. Соның бәрі жайлап еркектің де, әйелдің де ұрығының сапасыздығын алып келеді. Сондықтан жүктілік болмай қалған кезде неге болмай қалды деп шарқ ұрады. Дәрігер кінәлі дейді. Ал енді былай келсеңіз, кінәлі барлық нәрсе. Айналада кінәлі, өзіңде кінәлі, адамның өзі кінәлі. Мысалы, кеше бір өте сауатты жігіт жаңағы сол айтады, бір ғана ұлдары бар екен, 18 жаста, өзі 48-де, әйелі 43-те. Сонымен бір қыз туғымыз келеді дейді. Соны айтады, осы қалада қазір улы заттар, ауаның бар. Соның улылығының арқасында біз осылай тумай қалдық дейді, мысалы. Балалы болмай қалдық деп. Ода да сөзінде жан бар. Бедеулік бұрын мысалы 30-40-та деген болатын еді. Қазір жасап кетті деген, мысалы қыз балалардың өзінде әйел адамның ағзасында болатын кейбір аурулар кездесіп жатады, сол рас па? Рас, оның бәрі. Сіздің айтқаныңыз ұзақ уақыт тұрмыс құрмайды, жаңағы сондай карьера деп. Оны әлеуметтік бедеулік дейді қазір. Қолдан жасалған. Яғни қазір енді Құдайдың беріп тұрған кезінде, қылшылдаған жас кезіңде, 18 бен 25 жастың ортасында Құдай беріп тұрған ең сапалы ұрық бар кезде, оны қолданбайсың. Сөйтіп жүрген кезде 30-дан асады, 40-қа келеді, ұрық та жоқ, сапасы да жоқ, ауру балалар туады, сондай мәселе. Сондықтан бұл дүние жүзіндегі үрдіс, ол тек қана бізде Қазақстанда емес, бірақ бұрын Қазақстанда әйтеуір ерте үйлену керек, балалы болу керек деп жататын. Қазір жастар неше түрлі оқып алады, жаңа ештеңке жоқ, 50-де де туады екен, 40-та да туады. Ол кезде донорлық ұрықпен туасың. Басқа ұрық қалмайды сенде. Соны ескеру керек. Барлық нәрсе уақытысында жасалу керек. Табиғаттың шектеуі бар. Адамның жасына да, мысал, 300 жас жасаса, онда 100 жасқа шейін жүре беруге болады, жаспын ғой деп. Мысал. Ал бар болғаны 70-80 жас, мысал, орта жас. Орташа алған кезде, ұзақтығы өмірдің. Яғни 30-ға дейін балалы болу керек. Сондықтан әлеуметтік бедеулік деген сол. Нағыз дәрігер болды, мысалы, біреу жанашыр адамға, біреу онша жанашымайды, жаңа өзінің жағдайын ойлайды. Сондықтан оның бәрін бірдей дәрігерге сеніңіздер, бәрі керемет деп айта алмаймын мен. Өйткені дәрігерлер де адам, жаңағы халықтан шыққан. Халық қандай болса, дәрігерлер де сондай. Бірақ солардың ішінде мықтылары бар. Шынымен жаны ашитын, шынымен жанашыр, шынымен білімді, мықты дәрігерлер бар. Сол дәрігерлерді таба білу керек, соған сене білу керек. Тіптен жарайды, мысалы мен айтам, пациент келіп, ол бәрін білуге міндетті емес, мысалы медицинаны, да? Бірақ та ең болмаса сеніммен келу керек та, жаңа жақсы дәрігерді таңдау керек та, сеніммен келу керек. Сеніммен келсе, ол міндетті түрде жаңағы нәтижеге жетеді. 95-98%-ында бедеуліктің жаңа нәтижеге жетеді. Ал оған жаңағы келген кезде кейбір кісілер сауаттылығы жетпей, өзіңмен ұрыса бастайды, ақыл айта бастайды, жаңағы апам бүйтіп айтқан, тәтем бүйтіп айтқан, былай емдеу керек, олай емдеу керек. Кейде мен айтам, айналайын, онда неменеге келдің, онда бәрін біліп отыр екенсіңдер ғой үйде. Керемет ғалым екенсіңдер ғой, үйлеріңді жасай беріңдер онда, емдеріңді деп. Сондықтан
ол келдің бе сен иә десеңші кел. Ал енді сауатың жетпей ма? Жарайды, жетпей ақ қойсын, ол медицинаға, біздің салаға дәрігерлердің өзі сауаты жетпейді. Тіптен гинекологтардың сауаты жетпейді көпшіліктің біздің салаға мысалы. Өйткені гинекология жалпы жаңағы бір өзінше ғылым, оның тармақтары көп қой. Біреулер перзентхананың дәрігерлері, біреулер жаңа әйелдер кеңесханасының дәрігерлері, біреулер тек қана УЗИ қарайды, біреулер тек қана операция жасайды. Ал біз жаңа бедеулікті емдейміз, соның бір тармағы. Сондықтан ол тіптен бізге кейде іштей қынжыласын, гинекологтардың өздері сәлем айтып жатады ғой, жаңа олар ана нәрсені дұрыс емдемеген ғой, содан кейін сондай болып қалған ғой деп. Олай айтуға болмайды, өйткені білімің жетпейтін нәрсеге ақылшы болмауың керек, кеңесші болмауың керек. Сондықтан пациенттерге айтамын, жарайды, сіз білмей ақ қойыңыз, сауатыңыз оған жетпей ақ қойсын, оны біз ондай талап қоймаймыз. Бірақ ең болмаса сеніп келуіңіз керек. Иә, салғыласпай, әр нәрсені айтпай, жаңағы ана тәуіп бүйтіп айтты. Иә. Тәуіптерді әртүрлі болды. Мысалы, тәуіпке барғанда, халық емшісіне барғанда сеніммен барсаң, бірталай әйел содан көтереді. Егер жаңағы ағзаңда аса көп өзгеріс болмаса, мысалы, жатыр тұтық жерлерің бар болса, аналық безің, аналық ұрығың бар болса, жатырың бар болса, еркекте ұрық болса, міндетті түрде ол бір 15-20% екіқабат болуы мүмкін сенімнен. Мысалы, мен кейде күлем, жаңағы біз осыншама жаңағы қаражат жаратып, пәленбай технология жасаймыз, қымбат жаңағы оборудование аламыз, құрал жабдық, анау мынау жаңартып жатамыз, оны дәрігерлерді оқытып, шашымыз ағарып жатады. Сонда мен бір күні өзім шопырым айттым, жаңағы екеуміз күндіз-түні лабораторияны жаңағы барумен жаңағы түнде де шақырып алатын, бұрын машина айдай алмайтын кезімде. Кейін үйреніп алдым да өзім айдайтын болдым. Сол Берік деген жігіт, соны екеуміз мұңдас, айлас, әйел мұңдас демекші, оның бір әйелі қыз туды, мен ұл тудым, жұмысқа шығып кеттім. Сол екеуміз әр нәрсені айтып отырамыз машинада. Содан кейін лабораторияға түнде мен апаршы деймін, жаңағы енді бір жағынан балам жылап жатады, бір жағынан жаңағы лабораторияға барып түн ортасында бір жұмыстар істеп жатам. Сонда жаңағы бір күн айттым, Берік, сонша неменеге азаптанып жүрміз? Иә, неменеге сен дедім, өйткені сол кезде оның әйелінде послеродовой психоз болды. Менің күйеуім де сондай болды. Өйткені көп жыл бала болмаған, бала жыласа болды, менің күйеуім шаш тік тұратын. Ойбай, бұл не сұмдық, 40-тан асқанда тудың, бұл не деген сұмдық, бұл қашан өседі деген сияқты. Соны екеуміз бір-бірімізге айтамыз ғой, жаңағы күйеуім менің өсті ұрсып жатыр, ол айтады, әйелім бүйтіп неғып жатыр, ана емшіге апардым, мына емшіге апардым деп енді сөйтіп жатады. Сонда жаңағы енді болады ғой, енді адам мынандай ауыртпашылық өткеннен кейін бойынан жаңағы жүктілік, жаңағы не өзі бір күйзеліске ұшырайды. Жалпы біздің елімізде аналық және аталық тұқым жасушасын сақтауға болатын қанша жаңағы генетикалық банк бар? Енді аталық, аналық ұрықты не үшін сақтаймыз? Мысалы, аналық ұрықты жаңағы донорлық аналық ұрық керек әйелдер, мысалы, тапсырыс беру мүмкін, мысалы, донорлық аналық ұрыққа. Ондай бар, ондайлар көп. Одан кейін, мысалы, әйелдің өзінде, мысалы, ұрығын алғаннан кейін, оның бәрін бірдей салып бермейміз, мысалы, біразын қатырып қоямыз, мысалы. Сондай нәрселер бар. Ал енді жаңағы оның бәрі сонша көп деп айтуға болмайды. Мысалы, донорлық аналық ұрық дегенді алудың өзі үлкен қиын технология, қиын ауыр процесс. Әйелге де, донор әйелге де, бізге де. Қаражат жағынан да өте қиын. Өйткені дәрі көп кетеді, 500-600 мың теңгенің. Жоқ, негізі біздің елде экоға көп адамға бәрібір қол жетімді. Қанша дегенмен. Басқа елдермен салыстырған кезде біздің Қазақстанда ең арзан эко, ең арзан медицина деп айтуға болады, мысалы. Өйткені, мысалы, неге осы жаңағы көп адам бізде кезек күтіп келеді, мысалы. бір сағатқа мысалы бірнеше адам келуі мүмкін мысалы. Егер өте қымбат болса келмес еді ғой.
Шамамен нәтижесіз болса келмес еді ғой. Мысалы былай квота болмаса да осынша шамамен қаржысы болса адамдар балалы болады деп. Енді шамамен айтсаңыз, мысалы мемлекеттің есебі бойынша қазір енді квотаның бағасы 850-900 мың теңге. Миллион теңгесі болған адамға бір рет жасауға мүмкіндік бар. Оның бәрін дәрігер қалтасына салып алмайды. Оны түсіну керек. Оның ішінде 500-600 мың теңгесі дәріге кетеді. Қалғаны жаңағы технологияға кетеді, жұмысқа бір ай жасаған. Бүкіл бір команда, бір үлкен клиника жұмыс істейді. Енді бір адам балалы үшін. болу үшін 1 миллионның өзі де қымбат емес қой. Мысалы, iPhone алатын адамдар дұрыс айтасыз, иә. Иә, дұрыс айтасыз. Бала деген ол мәңгілік Бізде солай, бізде түсінік онша кейде жете бермейді. Мысалы, кейде енді 1 миллион кетеді. Біреуде 900 мың кетуі мүмкін. Біреуде мысалы табиғи циклдағы эко деген бар. Аз дәрімен жасайтын эко деген бар. Олар одан арзан болады, мысалы. Одан арзан. Одан қымбат донорлық, жаңағы арнайы аналық донорлық программаны, жаңағы аналық донорды ұрық беретін донорды жалдасаңыз, одан 1,5-2 миллион теңгеге шейін жаңағы генетикалық диагностикасымен солай кетеді, мысалы. Соның өзінде ойлап қараңыз, адамның өмірі 1 миллион, 2 миллион теңгеге бағалауға бола ма, мысалы? Әрине, одан көп болмаса... Зат одан қымбат тұрады. Адамнан қымбат тұрады. Кейде бір күйзелісте отырған, кредит алған кісілер болады ғой енді. Ондайларға жылап отырған кезде айтам мен. Енді сіздер бір Құдайдың алдында жаңағы мүмкіндікті қолдандыңыз. Сіздерден аянған жоқ дәрігерлер. Барын салды. Бүкіл дүние жүзінің керемет жаңағы дәрісін салды. Бәрін жасады. Бірақ Европаның өзінде бір бала дүниеге келу үшін, тірі бала 3,5-4 попытка эко жасайды. Орта шамамен. Солай есептеген. Ол ғылыми кәдімгі есеп жыл сайын берілетін. Сонда солай дәлелденген. Яғни квотаға келген әйелдерді мысалы 27%-ында тірі бала туып дүниеге алып келгені, мысалы ол өте жақсы көрсеткіш болып есептеледі. 27% деген. Ол Европаның жаңағы қауымдастығының ресми ақпараты мысалы. Біздің Қазақстанның да нәтижесі сол деңгейде. Өйткені оның ішінде неше түрлі әйелдер келеді ғой, біреу жас, біреу жаңағы өткізіп алған. Жастардың өзінде сіз бір сұрақ бердіңіз, жастардың өзінде климакс бар қазір. Ұрығы аз. Өткенде бар болған 19-дағы бір жас келіншек келді, ұрық жоқ, климакс. 25-те климакс, ұрық жоқ. Кеше бір әйел болды, 32 жаста, жылап отырды, ұрық жоқтың қасы, мысалы, өте аз. Өйткені етек келмеуі мүмкін, басынан бастап келмеуі мүмкін. Болмаса жаңағы бұзылыспен келуі мүмкін. Анда-санда келуі мүмкін. Оның бәрі бірденнен адамды жаңағы ойға итеру керек, дәрігерге бару керек, гинекологқа бару керек, репродуктологқа бару керек. Сондықтан оның емделетін жағдайлары бар, емделмейтін жағдайлары бар. Уақыт өткізбеген жағдайда емделуі мүмкін. Иә, уақытысында егер сен мысалы табиғатынан аз ұрық берсе, жас келіншек мысалы 19-20 жаста мүмкін келгенде 4-5 қана фолликул болуы мүмкін, 25-те 1-2 ақ болуы мүмкін, 30 жаста климаксқа кетеді. Сондықтан ол жерде уақыт жаңағы үлкен мағынасы бар. Әйтеуір сол жас кезіңде 1-2 клетка, яйцеклетка шықса да сапалы болып шығуы мүмкін, мысалы, жас болғандықтан. Ал кейде 40 жаста 5-6 ұрық шығуы мүмкін, бірақ сапасы жоқ. Өйткені быт-шыт хромосомдық патология ішінің бар, мысалы. Сондықтан мен конгресстерге жиі қатыстық қой, пандемия жоқ кезде, мысалы. Европаның бір конгрессінде болдым, Италияда осыдан бірнеше жыл бұрын. Сонда бір ғалым, биолог Европаның сол мынандай сұрақ берді. Отырған залдағы репродуктолог біздің саланың мамандарына. Қалай ойлайсыздар, қанша аналық ұрықтан бір бала туады дүниеге деп. Сөйтіп сасқалақтап қалды біразы. Өйткені ешкім былай нақты есептемеген болу керек. Біреу айтты 10 шығар, біреу айтты 20 шығар деп. Сөйтіп жаңағы кісі айтты, жоқ, мен есептедім, европейский регистр жаңағы
IVF дейді, IVF деген инвитро фертилизейшн, жаңағы экстракорпоральный оплодотворение, соның регистрінің есебі бойынша дедім, қанша яйцеклетка алынды жылына, қанша бала туылды. Соны есептеген кезде 44 яйцеклеткадан аналық ұрықтан бір бала туады екен деді. Көрдіңіз ба? Сондықтан жас кездің өзінде 20 жаста әйелдің бала туу қабілеті төмен бәрібір. Басқа жануарлармен салыстырғанда адам баласы өте аз береді. Ұрықты да аз береді, әсіресе әйелдер мысалы. Еркектен ұрық көп шығады ғой, миллиондап шығады нормада. Оның өзі сапасы нашарлады. Мен 32 жыл болды осы салада істегеніме. 32 жылда еркектің ұрығының өзі сапасы саны да 3 есе азайды. 3 есе азайды. Дүние жүзінде. Бізде де сондай. Әр 10 жылдап төмендеп келе жатыр. Осындай ғылыми негізделген жаңағы дәлелдерге жүгіну керек. Қазақшылап емес ана, не болмай қалды, мен пәлен ұрық алды, оның бәрі не болып қалды, неге шықпайды, мен пәлен ақша төледім. Бәрін біз ақшамен есептегіміз келеді. Адамның денсаулығын, өмірін, адамның болмысын түгелдей ақшамен есептеу мүмкін емес. Нормада жас әйел, 20 жастағы әйел айына мүмкіндігі бала көтеру, табиғи мүмкіндігі 15-20% ғана. Өйткені 12 айдың ішінде бір рет көтеру керек. 30 жастағы әйелдің мүмкіндігі бір айда 10%, 40 жаста 5%. Осыны мен біздің өзіміздің жаңағы пациенттеріміздің миына әрқашан құям, оны түсінетін адам бар, түсінбейтін адам бар. Оны тура біз бір адам жасап отқан фабрика сияқтымыздан ақша төлейсің, бітті, жаңа қол аяғын, көзін салып береміз, салып бітті. Ол мүмкін емес. Ол өйткені тіптен сен әйелдің ұрығын ал, еркектің ұрығын ал, екеуінен эмбрион жаса, оны керемет әдем болып, жаңағы тексер, оны жаңағы генетикалық, оны жаңағы алдын ала қатырып қойып, одан кейін тексеріп, одан кейін салып бер. Салып бергеннен кейін бітті. Біз контроль жоқ. Әйелдің организміне кірді. Алланың қолындағы нәрсе. Соны кейде жаңағы түңілесің, жұмыс істеген келмей қалады кейде жаңағы түсінбейтін адамдар келген кезде. Сосын енді ең бір сұрақ, сіздерде биыл Құдай қаласа ең алғаш осы экстракорпоралдық ұрықтандыру арқылы дүниеге келген қыз бала биыл 25 жасқа толды. Осындай мерейлі тойларыңызбен құттықтаймын. Рахмет. Тек сіздер үшін емес, бұл біздің Қазақстан ғылымы үшін үлкен жаңалық болды. Осы орайда бір мемлекет тарапынан жасалып жатқан бір шара бар ма, болмаса өздеріңіз жоспарлап жатқан бір дүние бар ма, осы қыз баланың 25 жасын, осы жалпы мүмкіндіктің 25 жылдығын тойлауға деген? Былтыр біз енді бала көбінесе 9 айдан кейін туады ғой, сондықтан былтыр біздің клиниканың 25 жылдығы болды. Жалпы эконың Қазақстанға алып келгенімізге 25 жыл болды. Оны атап өттік, жаңағы көптеген жаңағы шаралар жасадық, әлеуметтік тұрғыдан жаңағы елге жеңілдік жасап, біраз адамдарға көмек бердік, осы жаңағы қол жетімді жасап эко программасын. Қайырымдылық шараларын жасадық 25 жылдыққа. Тегін қабылдаулар, кейбір эко бағдарламалары, немесе үлкен жеңілдікпен сондай шаралар жасадық. Ал енді одан кейін конференция өткіздік, қауымдастықпен елге пайдамыз біраз тиді. Соның арқасында бірталай сәбилер дүниеге келді. Ал енді қазір Қазақстанда 25 мыңға жуық деп айтуға болады. Енді биыл 25 жылға толатын қызымыз, ол шетелде тұрады, шетелде оқиды. Өткенде ата-анасы телефон соғып маған қуанып жазып жатыр. Осылай Оксфордта бакалавриатты бітірді, одан кейін магистратурада жаңағы Лондонда бітірді. Енді Лондонда жұмыс беріп тоған. Яғни өте білімді ғой, өте білімді қыз. Өте әдемі, сымбатты, ұлты басқа. Содан сол жерде рабочий виза беріпті, жұмыс визасы. Оны алу мүмкін емес қой, мысалы. Англияда қалу деген ол мүмкін емес. Мысалы, ол бір ерекше қабілеттерің болу керек. Сөйтіп соғызымыз сол жақта қалды. Енді бұл жаққа келе ма, келмей ма, бір Құдай біледі, енді уақыт келе. Жастар ғой, енді бәрі жұмысын істегісі келеді, көрсеткісі келеді. Сондықтан ол қызымыз
биыл сондай 25-ке толады. Құдай қаласа әлі күйеуге шыққан жоқ. Енді арнайы соны енді бір үлкен дүркіретіп тойламаспыз, енді тойлайтын заман емес қой қазір, мысалы қиын заман. Бірақ бәрібір бір шаралар өткізуіміз мүмкін. Қайтамыз аңсалған сәуірін аяқтасақ, Құдай қаласа биыл квота бөлінді. Ол енді шамамен елдің бәріне жетем дегенше барлығы әйел балаларына бір шамамен қанша уақыт, бір жарты жыл мен бір жыл уақыт аралығында кетеді, әйел балалардың барлығы игеріп меңгергенше. Онда Құдай қаласа қай жылдары біз бэби-бум күте беруімізге болады, Құдай қаласа осы. Енді Құдай қаласа біз 7000 квотадан орта шамамен 2-2,5 мың бала күтіп отырмыз. Өйткені оның бәрі бала пайда болмайды, 100%. Сондықтан шамамен сондай. Оны мысалы бір рет болмай қалса, жаңағы қатырлық қойған эмбрионы болса тағы да салып береміз, мысалы бір айдан кейін. Мүмкін сол 2 реттен көтеріп кету мүмкін, бірақ оған қосымша тек қана жаңағы криоконсервацияға ғана ақша төленеді. Өйткені экоға берілетін ақша квотаға ол біркелкі емес. 4 протокол бар. Бұрыннан келатқан 10 жыл бұрынғы 4 протокол. Соны өзгерту керек деп біз қазір соған атсалысып жатырмыз мамандар. Бірақ протокол болу керек. Эко плюс XC деген. Ол жерде жаңа эко плюс XC, длинный протокол, короткий протокол деп бөліп тастаған, ол дұрыс емес. Сол себепті жаңағы шатысып жіберетін дәрігерлерді бастарға атады, бізде басымыз қатады. Сондай көп қағаз шешілмеген нәрселер бар. Оларды шешеміз, енді уақыт келеді деп ойлаймын. Сондықтан экоға барам, бәрі тегін болады деген ол болмайтын әңгіме. Ашып айту керек. Мен пациенттерге оны инстаграмда бірнеше рет сабақ оқытып жатырмын. Айтып жатырмын, міне эко деп мәз болып келесіз Алматыға мысалы. Сізге тек қана экоға берген шығар. Онда XC жасау керек, оған сіз қосымша ақша төлейсіз. Оны төлемесеңіз, нәтижеліңіз төмен болады. XC-сіз ол жерде болмайды. Қалай нашар сперматозоидпен, мысалы біз жайдан жай классикалық эко жасаймыз. Жасай алмаймыз. Ол жерде ұрықтану болмайды. Амал жоқ, жасау керек, нәтиже алу үшін. Сол үшін жаңағы сізге айтамыз, енді XC-ға сіз бермепті. Сондықтан ол жерін өзіңіз төлейсіз. Болмаса нәтиже болмайды. Оны пациент түсінсе жақсы, түсінбесе ойлайды, мыналар ақша сұрап отыр менен. Сол үшін біз айтып отырмыз үкіметке, денсаулық сақтау министрлігіне, Құдай үшін 4 квотаны жойып, бірақ квота жасаңыздаршы, эко плюс XC деп елдің басын қатырмай. Ал негізі келесі жылға біз плюс криоконсервация деп қосқымыз келіп отыр. Өйткені ал енді мынаған төле, енді XC-ға төле, ал енді криоконсервацияға төле. Не үшін керек оның бәрі? Оның бәрі нәтижелікті көтеру үшін, және де жаңағы 15, 20, 30% емес, 40-50% нәтижелік алу үшін. Одан кейін әйелдің организміне салмақ салмас үшін. Мысалы, көп фолликул болған жағдайда әйелде өміріне қатер төнеді. Ондай кезде ұрықты қатырып қою керек, салуға болмайды. Салсаңыз, ол әйелді өлтіріп аласыз. Ол реанимациядан бірақ шығады. Сол себепті бізге бірақ протокол керек қазір, эко плюс XC деген. Сондықтан көбінесе қазір криоконсервация жасалады. Нәтижелілік 1,5-2 есе көбейеді. Көрдіңіз ба? Өйткені бұның бәрі соңғы жылдары шықты ғой, бұл технологиялар. Ал жазылған қағаздар, олар 10 жыл бұрынғы. Соны енді заман өзгерген сайын бәрін өзгерту керек. Неғұрлым жаңа көбірек қаражат төлесең, соғұрлым нәтижелік көбейе береді. Өйткені, мысалы, жай эко, ол мүмкін 15-20% нәтижелік береді. Эко плюс XC 20-30% береді. Эко плюс XC плюс криоконсервация 40-45-50% береді. Егер оған енді генетикалық диагностика жасап, тек қана жарамды ең генетикалық таза эмбрион салсаңыз, онда 65-70%-ға шейін көтеріледі. Көрдіңіз ба? Сондай. Толық кешенді түрде болу керек. Болу керек. Жарайды, генетикаға бермей-ақ қойсын ақша. Жаңағы әлеуметтік сақтандыру жүйесі арқылы эко плюс XC плюс криоконсервация берілу керек. Ресейде солай жасалған. Содан кейін біз ұсыныс бердік, беріп жатырмыз. Кеше де сол туралы әріптестер жиналыс жасап, министрлікпен кездесеміз, осындай хат жазамыз деп соны айтып жатыр. Енді
негізі біздің ұсынысымыз квота елдің бәріне берілу керек. Ресей, мысалы, Ресей пайыздық нәтижелікті сұрамайды. Басынан бастап сақтандыру жүйесі арқылы әрбір әйелге жаңағы жылына бір рет эко берілсін деп солай бастады. Қазір олар керемет жетістікке жетті. 2-3 ай сайын эко өтуге болады оларда. Мысалы, болмай қалса 2-3 айдан кейін тағы да документін жинап өткізесің. Оларда 2 есе жоғары бала болу. Иә. Жылына 2 рет стимуляция жасайтын үлкен экоға рұқсат берілген сақтандыру жүйесі арқылы. 4 рет крио консервация жасаған жаңағы крио эмбриондарды салуға рұқсат берілген. Тұрмыс құрмаған қыз балаларға өзің жеке ескертіп айтсаң. Тұрмыс құрмаған қыз балаларға айтатыным, енді уақытысында табиғаттың, жаратылыстың берген, Алланың берген мүмкіндігін пайдалану керек, ұрпақты болу керек. Бірақ ертең ол тек қана ұрпақты болам деп жаңа бала туу үшін ғана емес, одан кейін ажырасып жатпау керек. Негізі қазір ажырасу өте көп. Әрбір екінші жастар ажырасып жатыр қазір. Әне күні бір жасөспірім жігіт айтып отыр, сұмдық қой деп, 30-дан асқан әйелдер, жаңағы жас әйелдер, көбісі ажырасқан, бәрі жаңағы инстаграмда отыр дейді, жаңағы бір баласын тубаған, немесе 2 баласын тубаған, күйеулері жоқ, жаңағы неше түрлі тренинг тыңдайды, неше түрлі өзін-өзі жаңағы жаңағы жақсы көру, өзін-өзі жаңағы қоғамда қалай ұстау керек, анау мынау сондай ақылдармен отыр. Ал енді жалпы алған кезде өзінің өмірі жаңағы орнықты емес. Өйткені ол жақсы емес қой, мысалы. Жарайды, для себя родила дейтіндер бар, мысалы. Для себя ол ойыншық емес, зат емес. Ертең ол бала сұрайды, мысалы, не үшін мен тудың, бұл дүниеге алып келдің? Әкем қайда? Мысалы, неге менде жетіспеушілік? Менде неге анау жоқ, неге мынау жоқ, пәленшеде бар, мысалы. Сондықтан үйлену деген ол үлкен жауапкершілік, ұрпақ әкелу деген ол үлкен жауапкершілік. Ал енді мінезі қазіргі кезде келін деген мәселе мүлдем жоқ болып бара жатыр. Қазір бізге келін деген ұғым ба? Ұғым. Өйткені қазір келін болып отқан нағыз келіндер өте аз. Әсіресе жастардың ішінде, мысалы. Ал енді келін деген мысалы ата-анасымен де күйеуімен де тіл табыса білсе, жаңағы дүниеге алып келген ұрпағын сол бір баланста, гармонияда ұстаса, мысалы, ол бақытты отбасы болады. Ал енді жарайды, енді Салтанат Берденқызы айтты, біз енді тез-тез жаңағы күйеуге тиіп алуымыз керек, немесе туып алуымыз керек. Ал одан кейін оп-оңай ажыраса салу ол болмайды. Сондықтан саналы түрде отбасы болу керек, саналы түрде ұрпақты болу керек, баланы жылатпау керек. Ертеңгі күні жаңағы баланың көзінше қырылысып, төбелесіп, не көрсетеді, мысалы, балаға қазір, мысалы. Бізде тәрбие жоқ қой қазір, жоқтың қасы. Көбінесе жаңағы елдің бәрі көбісі жаңағы жарысқа түскен, конкуренция. Анадан да жақсы болам, мынадан жақсы болам, дүниеге кеттік, қанағат жоқ, жаңағы ойдың бәрі басқа жақта, бала жайына қалады, былай қарап отырсаң. Сөйтіп жүріп, өмірдің қалай өтіп кеткенін білмей қаласың. Баланың қалай өскенін. Неге балалардың арасында, жасөспірімдердің арасында мына суицид деген бар, мысалы. Неге өзін-өзі, мысалы, өзінің жас өмірін қияды? Өйткені олар ата-анасының жағынан түсініспеушілік. Ата-ана жылуын сезінбейді, махаббат жоқ балаға деген. Баланы қазір ұрып тәрбиелеуге болмайды, ұрсып тәрбиелеуге болмайды. Бұрынғы кезде, Совет өкіметі кезінде, ол кезде интернет жоқ, салыстыратын дүние жоқ, ұрып тәрбиелейтін, бәріміз солай өстік қой, мысалы. Бірақ та, ал қазіргі кезде балалар өзінің құқығын біледі, андай интернет оқиды, мұнда оқиды, басқа балалармен салыстырады. Бір бай баланы көреді, оның жаңа астындағы көлік, оның киіп жүрген киімі, оның қолындағы айфоны, неге бізде үй жоқ, неге бізде мынандай айфон жоқ, мен қор болдым, мен неге бұл дүниеге алып келдің, мен сені сұрап едім деп, мысалы, ата-анасына қарсы шығады. Одан ата-анасы тағы бірдеңке дейді, сабайды, ұрады, ұрсады.
ұрысып қазір адамды адам қыламайсың. Осы эко жасаған ата-аналардың өзі, мысалы сіздер ойлайсыздар, ойбай 10 жыл 15 жыл қолдары зорға жеткен, енді бәрі бақытты шығар деп. Қайдағы бір 20% ажырасып жатыр. Көрдіңіз ба? 20-30% ажырасып жатыр. Егіздер жетім қалып жатыр, үшемдер жетім қалып жатыр. Соған қарайсың да жылағың келеді, қынжыласың. Не үшін, кім үшін? Не үшін жасады сонша? Кезінде келіп боздап жылап отырған. Ойбай, бізде бала жоқ, біз күндіз-түні түсімізде көреміз, үйтеміз, бүйтеміз. Кейін бала туады, бітті. Әйелі басқа еркекке кетеді, ондай да бар. Мысалы, 3 егіз туып, басқа еркекке кеткен бар, мысалы, ажырасып. Сондықтан екі жақта бірдей жауапкершілік ұстау керек, еркек те, әйел де. Өмірге жаңағы үлкен жауапкершілікпен қарау керек, әсіресе балаларға. Рахмет сізге, Салтанат апай. Рахмет. Сіздің осынша уақытыңызды, жалпы елімізде осы бір мүмкіндікті алып келгеніңізге Рахмет. Алда да талай сізге Алла шыдам берсін, төзім берсін, талай ұрпақ неге келе берсін. Рахмет. Аман есен жолға. Рахмет айналайын. Бақытты бол. Рахмет.